Әйелі мен күйеуі бірге үй алғаны дұрыс па жалпы? Негізі қазіргі таңда дұрыс деп есептеймін. Егер де тезірек сол мақсатқа жеткісі келсе, отбасы, онда екеуі екі жақтап бірге жинаған дұрыс. Ал егер де шыдаймын, көнемін, тағы да 5 жыл квартирада тұрамын дейтін болса, онда әрине ер азаматы тезірек қозғау керек. Бірақтан да оның басқаша да жолы бар. Әйелі мотивация беріп отырса үйде, бірақ сол мотивациясына ер азаматы көніп отыру керек. Әйелінің берген направлениесі бойынша жұмыс жасап отырса, егер өзінің білімі жетпей жатса, ой өрісі жетпей жатса, онда хотя бы тыңдау керек та. Мына нәрсені жасайық деген кезде соған қарай ыңғайласса, ол әйелдің жағдайын жасауға тырысса, жақсы өмірге ұмтылатын болса отбасымен бірге, онда ер азамат өзі де таба алады ол ақшаны негізінде жалпы. Ал әйел адамның одан да бөлек жұмыстары өте көп. Балаға қараудың өзі өте үлкен жұмыс.